Шайтанкөл Қарағанды облысында орналасқан, табиғаты ғажайып әрі әлі күнге дейін құпиясы ашылмаған көлдердің бірі. Бұл жер, өз атауымен-ақ, қорқыныш пен тылсым құбылыстарға толы болғандықтан, әрқашан адамдардың назарын аударған. Шайтанкөлдің айналасында көптеген аңыздар мен мифтер бар, ал бұл көлді зерттеушілер мен саяхатшылар құпиялы жер деп атайды. Аңыздар бойынша Шайтанкөлдің тереңдігі мен ерекше атмосферасы оның астында көне әлемнің құпияларын сақтайтын, тіпті жындар мен шайтанның мекені деген сенімдерді тудырған. Көлдің өзіндік құпиясы тек табиғаттың ерекшеліктерінде ғана емес, сонымен қатар оның айналасындағы оқиғаларда да жатыр. Адамдар мұнда барғанда әртүрлі жұмбақ жағдайларға тап болғандары туралы әңгімелейді. Кейбір адамдар көлдің суында ерекше күштер мен құпиялы энергиялар бар деп санайды. Көлдің жағасында ұзақ уақыт тұрған адамдардың көбісі құлақтарына естіген түрлі дауыстар мен көлеңкелер туралы айтып, бұл жердің тек табиғи ғана емес, сондай-ақ рухани тұрғыдан да ерекше екенін айтады. Шайтанкөлдің тарихы мен түбі туралы көптеген аңыздар бар. Олардың бірі бойынша бұл көлдің түбінде жоғалған қала немесе көне дәуірлердің құпиялы құрылымдары болуы мүмкін. Көлдің тереңдігі де таңқаларлық, бірақ ең басты сұрақ оның түбінде не жатқандығы туралы әлі күнге дейін нақты жауап жоқ. Жергілікті халық бұл жердің ерекше қасиеттері бар деп санайды. Көлдің айналасындағы әңгімелердің бірі, оның түбіне түсіп кеткен адамдардың жоғалып кетуіне қатысты. Кейбіреулер көлге жақындаған кезде, олардың денсаулығына зиян келуі мүмкін деп айтады. Шайтанкөлдің айналасында жоғалған адамдар туралы аңыздар көп. Бұрынғы уақытта осы көлге баруға ниет еткен бірнеше адамның із-түзсіз жоғалып кеткені жайлы хабарлар бар. Әсіресе көлге жақындап, оның суынан бір уыс су алып қайту үшін барған адамдар кейде оралмаған. Кейбір аңыздарға сүйенсек, бұл адамдар көлдің ерекше құпиялы күштеріне жұтылып кеткен деп саналған. Шайтанкөлді зерттеген ғалымдар мен географтар көлдің тереңдігі мен оның түбіндегі аномалияларды түсіндіре алмай қалған. Бір зерттеуші топ көлді зерттеп, оның суының құрамында табиғаттан тыс химиялық элементтер бар деп пайымдаған. Бірақ сол экспедициядан кейін бірнеше ғалымдардың денсаулығында қиындықтар туындап, олар ұзақ уақыт бойы емделген. Кейбірі, тіпті Шайтанкөлдің суын зерттегеннен кейін мүлдем байланыссыз, рухани күйзелістерге тап болған. Шайтанкөлдің айналасында, әсіресе түнде, жиі естілетін дауыстар туралы сөздер тараған. Жергілікті тұрғындар түнде көлдің жағасына жақындаған кезде, әртүрлі бұлыңғыр дауыстар мен сыбдырларды еститіндерін айтады. Бұл дауыстар әртүрлі болуы мүмкін, кейде қайғылы жылаулар, кейде жындардың немесе рухтардың үндері деген пікірлер де бар. Бірнеше адам түнде көлдің жақын маңында жүргенде сол дауыстарға қызығып, дауыс шыққан жерді іздеп барғанымен ештеңе таппаған. Шайтанкөлдің табиғаты да ерекше. Бұл жердің суы таза, бірақ көлдің өзіне қарай бет алған адамның жанында біртүрлі тыныштық пен оғаштықты сезінетіндер көп. Көлдің айналасында өсіп тұрған ағаштар мен өсімдіктер де көзге ерекше көрінеді, ал сол жерде болған адамдар қорқыныш пен таңданыс сезімін сезінеді. Шайтанкөлге қатысты айтылатын аңыздардың бірі, көлдің өз суларынан ерекше тыныштық пен қуат алатындығы туралы. Сол қуаттың адамға әсері әртүрлі болуы мүмкін. Кейбіреулер көлге келгеннен кейін өздерінің өміріндегі ауыртпалықтардан құтылғандарын, ал басқалары осы жерге барғаннан кейін ерекше құбылыстар мен тылсым оқиғаларға куә болғандарын айтады. Бұл көлдің айналасы адамдар үшін көптеген сұрақтар туғызады. Ол туралы айтылған аңыздар мен мифтерді тыңдаған сайын оның шынайы тарихы мен табиғаты туралы түрлі болжамдар мен пікірлер қалыптасады. Бұл жер тек табиғат әуесқойлары үшін ғана емес, сондай-ақ рухани ізденістерге шыққандар үшін де маңызды орын болып табылады. Шайтанкөлдің тылсым күштері мен мистикалық атмосферасы оны көптеген зерттеушілер мен саяхатшылар үшін ерекше құпияға айналдырады. Кейбір тарихшылар мен географтар Шайтанкөлді зерттеген кезде, оның табиғаттағы ерекше құбылыстар мен энергетикалық аномалияларды көрсететінін айтады. Осы көлді зерттеген ғалымдар оның геологиялық құрылымында табиғи құбылыстарды түсіндіру қиын деп есептейді, ал жергілікті тұрғындар көлдің өзінде бір нәрсе бар деп сенеді. Шайтанкөлге барған адамдардың арасында көлдің суында ерекше құбылыстарды байқап, олардың әсерінен қорқып қалғандар да болған. Ал кейбір саяхатшылар мен зерттеушілер осы көлдің айналасындағы бір қатар табиғи құпиялар мен жұмбақтарды ашуға тырысып, көп жылдар бойы оны зерттеді. Әрине, бұл жердің қорқынышты аңыздар мен мифтерінің нақты дәлелі жоқ, бірақ оның тылсым күштері мен табиғаты адамдарды әлі де таң қалдыруда. Шайтанкөлдің тарихы мен оның айналасындағы құпиялар мен жұмбақтар ашылмаған күйі қала бермек. Бұл жерге қатысты жаңа зерттеулер мен саяхаттар әлі де жалғасуда. Көлдің шынайы табиғаты, оның тереңдігі мен маңызы туралы көптеген пікірлер мен болжамдар айтылуда, бірақ бір нәрсе анық,
Шайтанкөл бұл табиғаттың жұмбағын ашуға тырысқан әрбір адамды таңқалдыратын ерекше жер.